Ассалаумағалейкум халқым, эфирде Жеңіс Нұрлыбай. Бүгін сіздердің назарларыңызға X5M'нің шолуын ұсынғалы тұрмын. Ендеше бұл автокөліктің егелері немен қоректенеді және де бұл автокөлікті не үшін қажет еді, соны толықтай сіздермен білетін боламыз. Ендеше экраннан алыстамаңыздар, біз ұшамыз, кеттік. BMW не үшін керек? Магазинге бару үшін ба? Jamal and Gandhi. Bittin tastar, bittin bastar. Sen bittin zat var, ешкімге айтпа, оставь там это. А где твой план, что все это заработало? Гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят уже давно. Мен тым кеттім арықтап жоқ, я не больной. Магазинға кіріп сушняк ағанға болады. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно все делаешь, шаг, реагент. Мүмкін ауылға апамның үйіне осындай жолсыз жермен баруға арналған шығар. Көрейік. Кармали пятка и пятка, тоқта. Кармали пятка и пятка, тоқта. Что случилось, братан? А? Что случилось? Баллон жарқам. Бүгін шолуда X5M. Бұл автокөлікте не бар? 4,4 литрлік қозғалтқыш көлемімен 407 биенің күші бар. Ендеше кеттік. Хрустальды оптика, М мәтіндегі дискілер және де автокөлікке брутальды ашу беретін М обвес. Және де тыңдағанда құлағыңның құршын қандыратын М-нің өзінің бөлек дауысы. Дыбыс емес, құдды бір өлең сияқты ғой шіркін. Және де бұл автокөлікті осы дауысына бола жақсы көремін. Бойында 620 литрді құрайтын өте кең жүк салғыш және де заманауи автокөліктердің өзінде кейбіреуінде болмайтын ол электронды қақпа. Мүмкін қала жүрісінде шашқа ойнауға арналған автокөлік шығар. Штрафты кім төлейді? Кеткен. Әрине, бұл автокөлікпен шашқа ойнау өте көңілді, бірақ құр шашқа ойнамай жолаушы теріп кетейік. Таксима, брат? Я, брат, мега на Сифулина, брат. Мега на Сифулина? Я 500. 500. Аз ғой? Давай кеттік 200. Давай. Кеттік 200-ге апарып тастаймын сен. Чо, қалай BMW? В принципе, BMW это огонь. BMW огонь. Мерстің фанаттары мінекей уже плюс бір BMW-ның фанаты қосылды дәл қазір қасымызға. Мінекей дәл қазір жолаушыны алдық. Жалпы қалай автокөлік саған, брат? Өзіме Аян дедің ба? ұнайды лично BMW. BMW-ның фанатысың ғой? Былай, иә. Айтуға Әлде Мерседес па? Жоқ, Мерседес емес. BMW. BMW дейді, жақсы. Өте жақсы болар еді. О, Toyota, вообще қазекең біз Toyotаға жақпыз ғой, как всегда. Lexus такой. Иә. VIP қазақтар. Енді BMW всегда сыртын әдемі шығарады ғой бұлар. Енді ішіне отырған кезде де кішкене рахаттанып отырасың да. Сиденьялар, орындықтары жұмсақ дегендей.
Жалпы келсем, орындықтар жұмсақ, базар жоқ. Son моя орава, и мы орем arriba. У каждого есть здесь право на независимый выбор. Son моя орава, и мы орем arriba. У каждого есть здесь право на независимый выбор. Газды бассаңыз болды. Демде, бірақ мезетте 100-дің үстіне шығып кете береді. Мына автокөлікпен жай жүру мүмкін емес. Себебі автокөлік өзі соған итермелейді. Артыңнан бір дух итеріп тұрғандай, өзіңді сенімді сезінесің. Және де қалада шошаң еп жүресің ғой. Автокөлікте өзіңді өте ыңғайлы ұстайсың. Және де мынау екі шеткі орындықтың қолдамшалары жүргізушіні өте ыңғайлы ұстайды. Яғни сіз ұшқалақтамайсыз, бір орында отырасыз, тек алдыңызда жол, рөл, газ болды. Мен негізі Мерстің фанаты едім. Бірақ Мерсті әлі сатқан жоқпын. Бірақ BMW-ні жеп көрем деп айта алмайым дәл қазіргі сәттен бастап. Себебі автокөлік өзіне жарты күнде баурап алды. Даже жарты күнде емес, бір газды басқаннан ақ өзіне әбден баурап алды. BMW-ға деген ойым өзгере бастады. Негізі BMW мінген кісілер басқа автокөлікке мінбейді деген рас екен. Оны мен дәл қазір түсіндім. Бұл автокөлікті жалпы мінекей. Уже автокөлік бізді қуантып жатыр. Бензиннің белгісі қайтадан жанды. Вау. Уже бүгін бір күнде 3 рет автокөлікке жағармай құйдық. Сонда да тоймайды екен. Жалпы бұл автокөлік бірден айтам отбасыға арналған және де уайымсыз қазаққа арналған автокөлік емес. Бізге сол Toyota болады. Бірақтан да кешке шығып, бір-екі шаруасын ұмытып, осылай көшеге шығып, рахаттануға арналған машина былайша айтқанда. Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара барыға жетеді бізді шеттетеді, как будто шетелдей. Бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара барыға жетеді бізді шеттетеді. Ендеше түйін, бұл автокөлік кімге керек? Жалпы өзіңнің рахатыңнан ақша аямайтын азамат болсаң, нағыз сен үшін таптырмайтын автокөлік. Жалпы BMW дегенде естісең, денең тітіркені бруталды сезінесің. Дәл сол қасиет мына X5M-нің бойында бар. Кез келген жеріңде, кез келген мінезде жүріп береді. Бүгінгі шолуымыз осындай болды. Сіздермен болған мен Жеңіс Нұрлыбай. Арнамызға жазылып, осы видеоны BMW-ның хозяиндарына чаттарға тарап тастаңыздар. Рахмет. Бұлтонау, қайда менің теңгем? Қайда менің теңгем? Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара барыға жетеді бізді шеттетеді, как будто шетелдей. Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара